Сәлем достар, сіздермен бірге Дайреп және бүгін бізде өте қысқа ролик болуы мүмкін, сондықтан алдын ала кешіріңіздер. Видеоның названиясынан көргендеріңіздей, бұл ең маңызды жылдар туралы айтылатын болады. Дәл қазір өздеріңіз ойлап көріңіздер. Сіз үшін қандай, сіздің жасыңыз ең маңызды? Дәл қазіргі кез бе, әлде келесі жыл ма, или арғы жыл? Мен сіздерге жауабын айтайын. Адам үшін ең маңызды жылдар бұл 20 жас пен 30 жас аралығында. Осы 10 жылда сіз өзіңіз үшін ең маңызды істерді хотя бы бастауларыңыз керек, бастамасын алуларыңыз керек. Сондықтан өзіңнің маңызды жылдарыңды босқа өткізбе. Барлығын маңызды істерге ғана жұмса. Менің айтайын дегенім осы. Сенімен болған мен Дайреп, және ертеңгі видеоны күт. Пока.